Қысқаша айтқанда, CSGO Майнкрафтта. Бүгін жексенбі. Мен бір выживание серверде ойнап отырмын. Сосын мен өзіме өте керемет әдемі үй салдым. Және менің үйімнің қасында огород тұрды. Менің ішім пісіп кетті. Сосын мен серверден шығайын деп отырғанда чатта админ жазды. Сосын менің қолымда кітап шықты. Кітапта новый мини-игра жайлы айтылды. Мен новый мини-игра шыққанына қатты қуандым. Кітапта оқып жетіспей мені ойынға кіргізіп жіберді. Мен мини-играға кіріп кеттім. Менің қасымда 2 адам тұрды. Бұл жерде мен бір жақты көргендей сияқты болдым. Сосын бұл CSGO-дағы DDoS 2 картасы екенін түсіндім. Мен террорист командасында ойнадым. Сосын менің қолымда пистолет болды. Менің тимейтерім атысуға кетті. Мен кітапты оқып жетіскен жоқпын. Сол үшін оны қазір оқимын. Кітапта егерде біз 10 рет ұтылсақ, бізге бан береді деп жазылып тұрды. Сосын маған спецназ келіп мені өлтіріп тастады. Екінші раунд басталды. Маған калашқа ақша жеткен жоқ. Сол үшін мен өзіме гранат алдым. Тимейтерім атысуға кетті. Мен олардың артынан жүгірдім. Олар атысып отырды. Біздің тимейтімізді өлтіріп тастады. Біз тығылып қалдық. Мен граната лақтырдым. Біздің артымызда спецназ келіп мен тимейтімді өлтірді. Мен аға қашып кеттім. Сосын мен бомба қойып қойдым. Бомба қойғаннан кейін ящиктердің артында тығылып қалдым. Спецназ мені іздеп жүрді. Сосын бомба жарылуына аз уақыт қалғанын көрген спецназ бомбаны диффузить етті. Мен оның артына келіп пышақпен өлтіргім келді. Бірақ спецназ уже бомбаны тоқтатып артқа қарады. Мен оны пышақтап тастадым. Мен пышақтап тастағаннан қатты қуандым. Бірақ менің тимейтерім қатты қуанған жоқ. 3-ші және 4-ші каткада бәріміз ұтылып қалдық. Ал 5-ші каткада тек қана бір тимейтіміз қалды. Ол бір спецназды өлтірді. Ол аға жүгіріп бара жатқанда екінші спецназды көріп қалды. Біздің тимейтіміз тығылып қалды. Бесінші раундта біз ұтылдық, бірақ 6-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші каткада біз жеңдік. 10-ші решающий раунд басталды. Егерде осы раундта біздер ұтылсақ, біздерге бан береді. Біз бәріміз аға жүгірдік. Бірақ біз бұл жаққа бара тұрғанда біз ешқандай спецназды көрген жоқпыз. Бұл өте біртүрлі болды. Мен бомба қойып қойдым. Сосын мен тимейтерім тоқтап қалды. Сосын менде Wi-Fi қатып қалғанын түсіндім. Менің тимейтерім өліп қалды. Мен қашып бара жатырмын.